Раббымыз Құран аятында былай дейді: ең көркем есімдер Алланікі. Бұл көркем есімдермен Аллаға дұға етіңіз. Сондықтан дұға жасағанда бұл есімдерді міндетті түрде қолданыңыз. Шипа қаласаңыз, шафи болған Аллахым, маған шипа бере көр. Ризық қаласан, ей керім болған, ей раззақ болған Аллахым, маған ризық бер. Жұбайыңызбен арада проблема болса, ей уәдуд болған Аллахым, арамызға махаббат сыйла. Перзентіңіздің амандығы үшін хафиз болған Аллахым, баламды сақташы. Қорқыныш, уайым, қайғы, мұныңыз болса, я басит, менің жүрегіме кеңдік бер, тыныштық бере көр. Хайыр, жақсылықтар қаласаңыз, я нафи, маған игіліктер нәсіп ет. Хайырлы ұрпақ, хайырлы жар, хайырлы бір іс қаласаңыз, я рахман, я рахим, я жамил, маған хайырлысын нәсіп ет деп дұға жасаңыз. Дұға жасағанда бұл көркем есімдерді міндетті түрде қолданыңыз. Раббым әлбетте дұғаңызға жауап береді, бауырым. Сонымен қатар каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Алла разы болсын.